Алғыс айту парызым. Мақсаты: оқушылардың сыйластық құндылығы туралы түсініктерін кеңейту. Ризашылық, рахмет, алғыс туралы түсінік беру. Кішіге деген сүйіспеншілігін, сыпайылық қарым-қатынасын дамыту. Әдептілікке, кішіпейілділікке, ізеттілікке тәрбиелеу. 2016 жылғы 14 қаңтарда Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Қазақстан Халқы Ассамблеясының құрылған күні. 1 наурызды елімізде алғыс айту күні деп жариялап, 173 жарлыққа қол қойды. Қазақстан халқы 2016 жылы тұңғыш рет алғыс айту күнін атап өтті. Алғыс айту күні бұл ең алдымен елімізде тыныштық пен өзара сенімділік, барлық қазақстандықтардың бір-біріне деген құрметтің орнығуына негіз болған идея. Тақырыбы ана. Ана әлемнің шамшырағы, бесіктің иесі, өмірдің керегесі. Анаға қанша тілек, қанша мақтау мен алғыс айтсақ та аз емес. Жақсы сөз жарым ырыс демекші, анаға жылы да жұмсақ сөз айтуды, алғыс білдіру мен мейірім танытуды ешқашан ұмытпайық. Ананың аялы алақаны мен жылы жүрегіне, шексіз мейірімі мен кіршіксіз таза көңіліне тең келер ештеңе жоқ. Сондықтан да біздің аяулы аналарымыз мен ардақты әкелеріміз аман болсын. Жұма бала апайға алғыс. Жақсы тәлім алған соң берілмейміз жат ойға. Рахмет айтамыз жұма бала апайға. Сізден алған білімім өмірімді шат қылған, үйретуден жалықпай бізге қанат қақтырған. Сізден алған тәрбие бойымда тұр мөлдіреп, сізге алғыс айтамын, ет жүрегім елжіреп. Сіздер берген біліммен әппақ арман алғышты, қарсаңында мейрамның, ұстазға айтам алғысты. Саламатсыз ба, Бибігүл Шаймерден қызы? Мен сізге алғыс айтамын. Сіз бізге кішкентай кезімізде білім бұлағын бергеніңіз үшін. Сізге арналған өлең. Мен алғаш мектеп есігін ашқанымда, күнім болып көріндің аспанымда, білім болып егілдің жас жаныма, гүлің болып төгілдің асқарыма. Біз дегенде ұмытып балағамын, қас қағыма қасыңнан тастадың ба? Бастауыш апайларым жас жадымда.